кіріп болды ғой баяғыда. Біраз орыстар келіп алған шығар. Кіргенде де олар кіреді, бірақ олар оның мерзімі бар ғой. Мерзім бар. Ана миграциялық карта деген беріледі. Кірген кезде кәдімгідей мерзім, мысалға қонақ визасымен келсе гостевой дейді. 3 ай ма, 2 ай ма сондай бір мерзімі болады. Ол мерзім өтіп кетсе, олар жаңа депортация жасайды. Оның бәрі қадағаланады, базаға енгізіледі. Сондай тәртібі бар ол нәрселердің. Бай балам салудың да қажеті жоқ, былай кіріп кетті, бүйтіп кетті. Бірақ заңсыз кіріп жатқан адамдарды ол қайтару керек елдеріне. Өйткені ана жақта соғыс болып жатыр, көп Ресейдің азаматтары осы соғысты қолдаған болған басында. Андай Z деген знактарды, V деген знактарды машинелеріне іліп, әлеуметтік желіде деды воевали, своих не бросаем, мы победим, можем повторить деген сияқты лозунгтардың бәрін өз пікірлерін сондай білдіріп, енді қазір могилизация басталып еді. Бәрі жан-жаққа бытырап қашып жатыр. Одан кейін соғысқа аттандырып жатқандардың көбісі өзге ұлт өкілдері, буряттар, якуттар, Орынбор, Астрахан жақтың қазақтары, пленге түсіп жатқан жаңағы көрсеңіз, Золкин деген бар, пленге түскен, тұтқынға түскен солдаттармен сұхбат жүргізеді. Соның сұхбаттарын қарасаңыз, кілең қазақ, татар, якут, бурят арасында этникалық орыстар сирек кездеседі. Сол Золкин деген ютубта арнасы бар, соны кіріп көрсеңіздер болады. Сол пленге тұтқынға түскен солдаттармен, офицерлермен сұхбаттасады. Көбісі не істеп жүргендерін білмейді соғыста. Көбісі ученияға келдік, анда келдік, мында келдік деп құлақтан теуіп бәрін алып кеп тастайды екен. Мұнда нацистермен, фашистермен соғысасыңдар деп. Олар келеді, жаңағы Ресейдің солдаттары унитаздарды ұрлайды, стиральный машинені ұрлайды. Ойбай, мұнда украиндықтар күнде нутелла жейді екен деп. Өйткені өздерінің мемлекетінде ондай цивилизация жоқ, оларды деревня. Дамыған мемлекетті көре алмайды екен олар. Сондай әңгіме. Жарайды, бүгінше эфирді аяқтаймын, қазір біраздан кейін тағы да кіремін.